жасырынған сөз алып келдім. Осы сөздер әріптердің ішінде қандай сөзді байқаттық? Жылу және суық деген сөздер бар екен. Жылу дегенде сендерге не естеріңізге түседі, балалар? Молодец, тегіс, жақсы. Ал суық дегенде қыс. Өте жақсы, балалар. Енді қазір қай мезгілі, балалар? Көктемнен кейін қай мезгіл келеді бізде? Жаз. Көктем мен жазда аяз, суық бола ма? Ал көктем мен жазда аяз қайда кетеді деп ойлайсыздар, балалар? Басқа езге. Жақсы, балалар. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз, балалар, жаз мезгілінде аяз қайда кетеді? Сабақ барысында білетін боламыз, аяз қайда кететін екенін. Сабағымыздың мақсаты, балалар, түрлі денелердің температурасын өлшейміз, құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргіземіз және қорытынды жасаймыз. Біз ашып, бүгінгі күнді жазып, жаңа тақырыбымызды жазып алайық. Бүгін сәуірді қатесіз, әдемі алып жазамыз. Бір-бірімізге кедергі келтірмейміз. Жас бала, сіздерге мана сабақ бастамас бұрын бағалау парағын беріп қойдым, иә? Сұрақтарға жауап беріп отырсаңыздар, өздеріңізді бағалап жазып отырыңыздар. Ал мына бақылау парағын қазір зерттеу барысында жазамыз. Мұқият тыңдап отырамыз. Қолымызды алдымызға қойып. Жауапты, ауырып қаласың. Шіркін, далада ылғи жаз болып тұрса ғой. Онда саған экватор маңына көшу керек. Қойыңызшы, жер бетінде қыс болмайтын жер бар ма? Экватор деген қай жер? Экватор деген жерді теңдей екі жартыға, яғни оңтүстік және солтүстік жартышарға бөліп тұрған сызық. Сонда экваторда мәңгілік жаз болып тұра ма? Экваторға жақын аймақтарда 2 жыл мезгілі болады. Ұзаққа созылған құрғақ ауа райынан кейін жаңбыр маусымы басталады. Қалайша, бір жылда 4 мезгіл болады емес пе? Дана, жердің пішіні қандай? Шар тәрізді. Дұрыс, жердің өз білігінен айналатынын білесің ғой. Иә, жер өз білігінен айналғанда күн мен түн ауысады. Егер жер өз білігінен айналмаса, онда жердің бір жағында мәңгі жарық болып, қатты ысып кетереді. Ал екінші жағында мәңгі түн болып, қатты суық кетереді. Дұрыс, жер өз білігінен айнала отырып, күнді де айналады. Иә, Жердің күнді айналып өтетін жолы жер орбитасы деп аталады. Ал жер күнді толық бір рет айналып шығуына кеткен уақыт жыл деп аталады. Бір жылда 365 күн бар. мұның жыл мезгілдерінің ауысуына қандай қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Жер күнді айналуының арқасында жыл мезгілдері ауысады. Түсіндім. Жер күнді айналып жүргенде күнге жақынырақ келсе, онда жаз болады. Егер күннен алыстау кетсе, онда қыс болады. Жоқ, қателесесің, Дана. Жердің күнге жақындап алыстауының жыл мезгілдеріне еш қатысы жоқ. Онда жердің күнді айналуы жыл мезгілдеріне қалай әсер етеді? Жердің білігі орбита жазықтығында көлбеу орналасқан. Бұлай көлбеу тұруы жыл бойы сақталады. Сондықтан да күн сәулесі жердің бетіне біркелкі түспейді. Иә, жердің мына аймағына әрдайым түсіп тұр ғой. Дұрыс байқадың, бұл жердің солтүстік полюсі, ал мынау оңтүстік полюсі.
яғни жер күнге жарты жыл бойы оңтүстік полюсімен, ал жарты жыл бойы солтүстік полюсі жағымен қарап қозғалады. Түсінікті. Қай жағымен қарап қозғалса, сол жағында жаз болады ғой. Дұрыс. Себебі ол жағына күн сәулесі тік және көп түседі. Ал қай жағында күн сәулесі көлбеу және аз түссе, сол жағында қыс болады. Міне, солтүстік полюс күнге қарап тұрған кезінде экватордың солтүстік жағындағы елдерде жаз, ал экватордың оңтүстік жағындағы елдерде қыс болады. Түсінікті. Тағы қай жерлерде қандай жыл мезгілдері болады? Арктика мен Антарктидада 2 жыл мезгілі ғана болады. Жаз және қыс. Ол жерде күн мен түннің ауысуы болмайды. Қыста үнемі қараңғы, күн шықпайды, ал жаз бойы күн батпайды. Қызық екен. Мен ондай жақта тұрғым келмейді. Қыс мезгілі болады, күн мен түн ауысып тұратын жақта тұрғанымыз қандай жақсы болды. Балалар, не түсіндік балалар осы жерден? Күн Біздің тұрып жатқан жер ғаламшарымыз, осы жер ғаламшарымыз күнді не істейді? Айналып шығады екен. Яғни жарты жылда солтүстік жақты, жарты жылда оңтүстік полюсті айналады екен. Сол кезде бізде солтүстік жақта не болады? Жылы болады, ал оңтүстік жақта қыс мезгілі болады екен. Жақсы. Енді балалар, тағы да жаңа сабағымызды нақтылайсақ, тағы да тақтаға назар аударып жіберейік балалар. Жылу сөзі күн, жылы үй, жазғы демалыс дегенді еске түсіреді. Ал суық сөзі нені еске түсіреді? Біздің үлкен ғаламшарымызда жыл бойы тек жылы немесе суық болып тұратын жерлер бар. Сен олардың қайда орналасқанын білесің бе? Адам баласы жылу мен суықты өз қажетіне пайдалану жолдарын өте ертерек үйренген. Біз жылуды түрлі мақсаттарда пайдаланамыз. Кез келген үйде суықта жылытатын, ал ыстықта салқындататын көп заттар кездеседі. Назар аудардық па балалар? Енді балалар, сіздерге сұрақ қояйын мен. Бірінші топқа оқи қойыңыздар сұрақтарыңызды. Екінші топ, үшінші топқа. Ал Ерасыл, оқып жүре ғой сұрақты. Бір топта адамдар Бірінші топ деген ғой, адамдар. қандай мақсатта пайдаланады? Адамдар жылуды қандай мақсатта пайдаланады балалар? Сіздерде кітаптарыңызда сурет тұр, сол суретке қарап айтсаңыздар болады. Тақтадан жазып қояйын суретті. Қандай мақсатта пайдаланамыз? Ерасыл айталы. Үйді жылыту үшін шай қайнатқанда, тамақ пісіргенде, Дұрыс айтасың. Үйді жылыту үшін пайдаланамыз. Шайды қайнату үшін, тамақ пісіру үшін бізге барлығы жылу қажет, Жақсы. Екінші топ. Екінші топ. Сұрағыңыз бар. Ыстық затты қалай суытамыз? Ыстық затты суыту керек. Тура шыққа саламыз. Ыстық затты суытуымыз керек және тоңазытқышқа салуымыз керек. Жақсы балалар. Бірінші ыстық затты бөлме температурасында мұздатып аламыз, сосын барып тоңазытқышқа саламыз. Ал бірден ыстық күйінде тоңазытқышқа салатын болса, онда біздің тоңазытқышымыз істен шығып қалады. Жақсы. Үшінші топ сұрағымыз өтуіміз. Жазда қай жерде суықты сезінуге болады? Жазда қай жерде суықты сезінуге болады? Жаз мезгілі жалпы ыссы, суық қай жерден сезінеміз біз? Жазда үйдің бөлмелерін, ғимараттарын салқындату үшін кондиционер Пайдаланамыз. Жақсы. Сосын
Başlayamiz. Жақсы балалар, енді тәжірибемізді бастайық. Тәжірибе жасау үшін бізге балалар бірінші топ келе қойыңыздар. Қандай денелер балалар жылуды өткізетінін байқап көрейік. Сіздер бақылау парағына жазып отырыңыздар балалар. Біздерге қандай денелер жылуды өткізетінін байқау үшін кішкене аша қойыңыздар орталарыңызды. Тәжірибе жасаймыз балалар. Үлкендердің көмегімен жасаймыз. Өзіміз жасауға болмайды. Біздерге балалар мынандай пеш қажет және майшам қажет. Сосын осы оттық қажет. Және де бізге алюминий мен шыны, шөлмек ыдыс қажет. Осы екі ыдысты қазір кішкене мына жерге рахмет жүргізіп, Махамбет сен жүргізіп. Отқа қойғанда бірінші қайсысы жылуды тез өткізеді екенін анықтап қараймыз. Оттықты балалар үлкендердің көмегінсіз жағуға болмайды. Үйде өзіміз ұстауға болмайды. Және балалар мына екі материалдағы затты ұстаған кезде былай алдынан отқа тақауға болмайды. Тек шетінен ғана тақаймыз, және былай қыздырамыз. Осылай қыздырып тұрған кезде біріншісі қайсысы тез ысиды екен, соны бақылаймыз. Балалар, сіздер бақылау парағына жазып отырыңыздар. Бізге не қажет болды? Майшам, пеш қажет болды, алюминий, сосын және шыны, шөлмек қажет болды. Айзере былай ұстап қарап, екеуін ең ұстап ұстап. Қайсысы ысылады? Мына қолындағы алюминий ысылығы байқалып тұр, қайсы келді? Раяна ұстап қойды. Қайсысы ысылып тұр? Жақсы. Кел, аяғы ұстап қарай. Қайсысы ысылады? Келе қойшы. Махамбет. Кел, ерасын ұстап көрейік. Ұсы болып тұр ма? Келе рахмат. Жаймен ұстаймыз. Мына шетіне бастап ұстаймыз. Уже басы бізде қатты ысып жатыр. Мынаны да ұстап қарайын. Сонда балалар жылуды қай металл тез өткізеді? Алюминий тез өткізеді екен. Шыны ыдыс жылуды нашар өткізеді екен. Жақсы балалар, бақылау парағына жазып қойыңыздар нәтижесін. Жақсы отыра қойыңыздар. Енді екінші топ балалар. Екінші топ келе қойыңыздар. Зерттеушілер тобы. Біздерге де дәл осындай жаңдай майшам қажет, пеш қажет, яғни ұстап тұратын. Сосын бізге ағаш қыстырғыш қажет. Оған біз бейметалды қыстырып қойдық. Енді қазір нәтижесін қараймыз. Сіздер жазып алыңыздар неге екенін. Балалар, мынау тіп-тіке екен көрініп тұр, енді ысыған кезде қандай күйге ауысатынын қараймыз. Бақылап тұрайық. Қандай өзгеріске түсіп жатыр балалар? Қисайып жатыр. Яғни жаңағы біздің түп түзеу бейметалымыз
Отқа қойғанда, яғни жылуға қойған кезде ол қисайып жатыр. Жылу сонда әсер етіп жатыр, бейметалға. Көрдіңіздер ма, міне, бұлай қисайды. Балалар, қараңыздар, манағы біздің тіп-тіке бейметалымыз қандай болды? Қисайып қалды. Енді осыны суытсақ, қандай қалыпқа келеді екен? Кішкене суытайық көрейік қазір. Суытып көрейік. Өзінің қалпына келе ме екен, әлде? Қисайған қалпында қалып қояр ма екен? Қалып қояр. Қалай ойлайсыздар? Қалып Қоя ма? Ал көреміз қазір. Қандай өзгеріс байқалып отыр? Өзгеріп жатыр екен. Балалар, көрдіңіздер ме? Бейметалдың қасиеті, яғни ыстыққа қойған кезде қисаяды, одан қайтадан салқын температурада ол өзінің орнына қайтып келеді екен. Жақсы балалар, жазып алыңыздар. Апай, ана қолыңыздан Бейметалды бейметал. Жақсы, отыра қойыңыздар. Келесі, үшінші топ келе қойыңыздар. Үшінші топта біз балалар судың температурасын өлшейміз. Оғанда бізге балалар майшам, пеш қажет болады. Және шана ыдысымыз қажет, су қажет. Және суды өлшейтін балалар бізге термометр қажет болады. Балалар, мұқият тыңдап отырамыз. Бір-бірімізге кедергі келтірмейміз. Бірінші балалар, мына ыдысқа суымызды құйып алайық. Енді кішкене уақыт өткеннен кейін температурасын қарайық. Бұл бізге салқын су. Енді балалар қарайық. Бұл судың температурасы неше градусты көрсетті? Мына қызыл сызықты қараймыз. Неше градусты көрсетті? 20 градусты көрсетті. Ал енді осы суды балалар отқа қоямыз. Кішкене уақыт өткеннен кейін аламыз. Судың температурасын өлшейміз балалар. Жақсы балалар, енді бізде уақыт 5 минут болды. 5 минутта біздің суымыздың температурасы неше градус болып екен? 40 градус болып тұр. Біздің суымыз сонда 5 минутта 40 градусқа көтеріліп тұр. Яғни жылу суға әсер етеді. Судың температурасын не істейді екен? Көтереді екен. Жақсы балалар, отыра қойыңыздар. Бақылау парағына жазып ала қойыңыздар. Жақсы балалар, енді кішкене бір серігіп алайық, сіздерге қағаз қиындыларын беремін. Кішкене ала қой, Ерасыл, Айзере. Алдарына ала қой, екі қағаздан балалар. Алдарына. Қарақат ала қоймай, алдына алып, екі қағаздан ала қой. Қағазымызды алдық па балалар, алдымызға қойдық па? Жақсы, енді қаламызды қолымызға алайық. Енді екінші ұшын балалар шашымызға қаттырақ екейік. Қаттырақ екейік шашымызға жаңағы қағаз жеңісіне апарайық. Қандай реакция жүреді екен? Менікі көтеріп тұр. Жақсы балалар. Бұл қандай болысты білесіздер балалар? Денелердің балалар бір-бірімен электрленуі деп аталады. Оны балалар келесі 3-ші сыныпқа барған кезде электр тоғы, электр көзін толығырақ түсінетін боламыз. Үйге барып жасап көрсеңіздер де болады балалар. Орнына қойсақ балалар, келесі тапсырмамызға көшейік. Ойлар, жұптас, бөліс әдісі балалар. Әркім жұп-жұпмен ақылдасып отырып жазады. Солтүстік тұрғындарына жылу туралы әңгімелеп бересіздер, ал оңтүстік тұрғындарына суық туралы әңгімелеп бересіздер. Мана біздер естелік сабақтың басында көрдік, видеодан, сол туралы солтүстік пен оңтүстік тұрғындарына жылу
аяз деген мағлұматтарды түсіндіріп бересіздер. Ал бір-біріңізбен жұптасып жаза қойыңыздар. Кішкене уақыт беріп, балалар тез-тез жазды. Бір-екі жұптан сұрай қояды. Бір жұптан оңтүстік, бір жұптан солтүстік туралы сұрай қояды. Барлығынан сұруға бізде уақыт тығыз, балалар. Жақсы, қарақат айта қой. Солтүстікке айта қой. Солтүстік тұрғындарынан жылы күн, жылы киінеміз. Жазда ауа райы ыстық болып, салқын түрлі жылымдарды құралдар пайдаланамыз. Жақсы. Ал берекет оңтүстікке тұрғындарына не айтасың? Жазғанынан қарай қой. Не жазды? Өзіңді жақсы суық туралы әңгімелеп бересің, иә? Жақсы, өте жақсы. Балалар, бағалау парағына ұмытып кетпеңіздер. Өздеріңіз жауап берген тұстарыңызға қойып отырыңыздар. Қазір сабақтың соңында талдап сұраймын, иә? Енді келесі балалар, сен білесің бе Айдары? Барлығымыз тақтаға қарай, өте қызықты ақпарат берілген екен. Әртүрлі су айдынындағы судың температурасы суық немесе жылы болып келеді. Кейбір аң, балық, өсімдіктер мен ұлулар тек жылы суда ғана тіршілік етеді екен. Суық теңіз бен өзендерде тіршілік ететін жануарлардың саны өте аз екен. Табиғатта ерекше жерлер көп. Мысалы, жер астынан шығатын өте ыстық сулар да бар екен. Оларды гейзерлер деп атайды екен. Не деп атайды екен? Гейзерлер. Өте жер астынан шығатын өте ыстық суды гейзерлер деп атайды екен. Олар термостағы ыстық судан шыққандай бу көтеріледі екен. Яғни жердің астында да қайнап жатқандай су бар екен. Мұндай су Қазақстанда да кездеседі екен. Мысалы, Қара дала, Қайнар бұлағында да осындай ыстық су бар екен. Бұл ақпаратты балалар мұқият есімізде сақтап аламыз, иә? Енді балалар келесі. Адам неліктен қыста күңгірт, яғни қара түсті киім киеді, ал жаздың күні неліктен ашық түсті киімдер киеді деп ойлайсыздар? Өйткені ол ақтар адамның денесінде ыстық киім. денесін қатты ысытпайды ақ түсті киім, иә? Ал қара түсті киім Ол адамның ағзасына ысытса, ол күн оны ыстықсыз жібереді. дұрыс айтасың. Жазда біз қара киім кисек, арқамыз күйіп кеткендей болады, иә? Иә, балалар, қыста қара киімдер кию күн сәулесін жақсы сіңіреді. Сондықтан жылы болады екен. Ал жазда ашық түсті киімдер балалар күн сәулесін шағылыстырады екен. Яғни күннің энергиясын бізге көп қатты жібермейді екен, шағылыстырып. Сондықтан ол салқын болады. Жаздың кезінде көбіне біз ашық түсті ақ киімдерді киеміз, иә? Жылу сіңіру айырмашылығы, яғни қара түсті жылуды көп сіңіреді, яғни күннің жылуын өзіне тез сіңіріп алады екен. Сондықтан біз тез ысып кетеміз, иә? Қыстың күні сондықтан қара киім киеміз, жылы жүру үшін. Ал ақ түсті жылуды аз сіңіреді екен. Сондықтан қыста біздер ақ түсті киімді көп кимейміз, иә? Жақсы. Енді балалар, осы сабақты қорытындылай келе сіздерге сұрақтар алып келдім. Оны да ойын түрінде орындап көрейік, балалар. Бүгінгі сабақта не түсіндік? Соны ойын түрінде ойнайық. Сәйкестендіру бізде қара дала кім шығады? Асима келші.
Жақсы. Келе ғой. Саламат келе ғой. Ауа температурасы 0-ден жоғары болса, иә. Ауа температурасы 0-ден жоғары болады. Қандай кезде? Жылы болса. Жақсы. Апара ғой, жылы болса. Өте жақсы. Келе ғой, рахмат, келе ғой. Ауа температурасы 0-ден төмен болады. Қандай жағдайда? Иә, суық болған кезде. Отыра ғой. Жайна кетші, жайна. Шығамыз. Мынаны неге қате апармыз? Қай жерге апаруымыз керек? Жер астынан шығатын өте ыстық сулар. Жас мектеп өте ыңғайлысы, иә? Қандай екен? Оқы ғой, Жасмин. Көшеді екен жылу. Жақсы. Ал тексерейік. Өте жақсы балалар. Балалар, мана біз сабақтың басында сіздерге бағалау тарақшасын тараттым, иә? Енді әркім өзінің бағасын қойды ма? Жақсы. Бір оқушыдан сұрай қояйын, иә? Соны талдап, сосын кері байланыс жасаймыз. Виктория, өзіңе неше балл қойып едің? 9 балл. Не үшін? Себебі мен барлық сұрақтарға жауап бердім. Сабаққа өте жақсы қатыстым. Тамаша. Барлық сұраққа да жауап беріп отырды, иә? Жақсы. Барлығымызды қазір бағаларымызды, қалыптастырушы бағаларымызды қойып беремін. Енді балалар, кері байланыс жасап жіберейік. Бүгінгі сабақты жақсы түсінсеңіздер, кері байланысты балалар, жасыл түс болса, бүгінгі сабақты толық түсіндім дегендер басады. Ал сары түсті әлі де түсінген жоқпын, сұрақтарым бар дегендер басады. Ал қызыл түсті бүгінгі сабақта мүлдем түсінбедім дегендер қызыл түсті басады. Ал бір ғана келе қойыңыздар, бүгінгі сабақты жақсы түсінсеңіздер. Енді үй тапсырмасын алайық балалар. Үй тапсырмасы бізде балалар, кітапты қарайық. Үй тапсырмасында бізде ересектердің көмегімен балалар көзге көрінбейтін сиямен хат жаз деген бар. Тыңдаймыз. Ересектердің көмегімен көзге көрінбейтін сияның қалай жасалатыны туралы ақпарат алып, құпия хат жазып келесіздер. Яғни қасымыздағы көршілерімізге немесе сыныптастарымызға құпия хат жазып береміз. Ол көрінбейтін сияны қалай жасайтынды үйдегі үлкендердің көмегімен ақылдасып барып жазып келеміз, иә? Келесі аптаға дейін осы тапсырманы орындап келеміз. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз